Қайсыңа бергел берге. Олжас бергелемесе көріп қойдым, мен құтыла алмайсың. Ё-моё, бәлен жарып алды ме? Ё-моё, огородым бұтшын шарын. Терезесі де, ё-моё, қашып кетейін десем. Үлгермей ме, ё-моё, көріп қойды ше терезесін сындырыпсан. Бәлен еші көршім, бәлен. Так, кеттік ал, бисмиллахиррахманиррахим. Так, ой, жийтел, сәлем. Қалай жағдай, жақсы ма бәрі? Жаман бәрі. Не көрмей тұрсам ба, не істедің, не жардың өзі? Тереземді бұзып тастадың сен менің. Так, терезеңмен қоса огородыңда кетіп қалды. Ғой. Ал десең огородымды да. Сен не істедің, а? Не істедің сен? Кешір, жийтел. Мен 1-2 сағат ішінде жөндеп берем бәрін, ренжімес жийтел. Қалай ренжімейсің, а? Қыс келе жатыр, мен онсыз бәрін түгелдей алмай жатқанда, сен менің анамның жынын келтіріп, мен сені үшін ем-бойын жазалаймын, осыдан көр кегімді аламын. Болды, жийтел, ашуланба. Қазір 2-3 сағат или 1-2 сағат ішінде жөндеп берем. 1 сағат ішінде жөндейтін бол, давай тез бол. Болды, қазір жөндейін болды. Давай, жийтел. Ё-моё, кеттік. Мерден барып, мен админ сұрайын барып. Ойбай, ана жерде немене өледі? Тас. Все, болды, рахмет, мер. Так, все, болды, 1 сағат ішінде ашын жөнетсеңіз, 1 сағатқа жетпей жөнетіп жасауға болады. Так, енді мына жерден бізге не керек? Бізге мынау керек, и сосын бізге мотыга керек, и сосын бізге мына жерден андай дубовая доска деген керек болады бізге. Ол қай жерде орналасқан өзі? Қаяқтан табам мен оны? Так, қай жерде? Таппай жатырмын. Ой, көз алдым түрген ғой, топас. Так, все, болды, мыналарды бойынан алып орындарына қоямыз, сынып қалған жерлерді. Так, осылай, таңна жерде морков бар еді ғой, морков қақы кетіп қалды. Так, бұлайнан аны қойып қоямыз. Так, мына жерге ағашты қоямыз орнына. И мына жерді істейміз, мына жерде осылайнан нарлы топырақ қылатын боламыз. Енді бізге семена керек, бізге морков керек қазірге. Морков таппын, картоп керек бізге. Так, осылайнан бұлайнан егіп тастаймыз. И сосын, так, мына екеуінде осылайнан егеміз. И бізге қазір костный мука керек бізге. Қазір мына жерге мука деп жазамыз. Міне костный мука. И сосын бізге терезе керек. Терезе мынандай терезе керек. Ана терезесін сындырып тастадым айтпақшы. Так, енді ой, тағы бұзып алдым. Топасай. Так, алып істеп қойық десе. Все, болды, енді мына жерде костный мукамен өсіріп тастайық. Өлтіріп дейін деп алдым. Топасай. Так, все, осылайнан барлығын өсіп тастаймыз. Осылайнан тез. Жителді ашуландырып алдық. Енді жителдің көңілін аулау үшін мына жерге осыны еге салайық. Енді ештеңе етпес. Так, бұлайнан терезесінде все қойып береміз. И болды, мінеки бәрін жөндеп тастадым. Ал енді бұлайнан барлығын тасып тастауға да болады. И барып жителге айтайын мен. Так, жител, все, болды, барлығын жөндеп тастадым. Терезеңді де қойып тастадым. Огородымды да жөндеп тастадым. Все, болды, рахмет, давай кет бар, енді көзіме көрме, әлі ашуланып тұр мен. Ашуымды басымайшы қазір. Ренжіме қатты айтсам. Жо, нормаль, кінә өзімнен ғой. Так, жарайды. Мен барып орманға барып келейін. Орманда бітпей қалған бір тірлігім бар еді, бір бункер жасап жатқан тұғымын. Сол бункерінде бітіп тастаймын мен орманға барып. Как раз творческийім бар, бір күнге алдым. Так, все. Қай жерлерде деймін, мына жерлерде емеді. Так. Тек қара сен ғана жараласың ба? Жо, ол жасқа телеспе. Мен де жараламын, мен де. Қазір мен мына огородыңды ой, кеш айтып қалдым, жарайды. Сонда да жарылды ғой, так. Ал енді мынаны тұрасың да керемет. Так, мынаны да тұрамыз. Мәссаған. Не деген рахат сөзі мен мынау, Жо, мен әлі бітірмедім. Мен әлі сенің енді жаратым боламын. Сен менің үйімді терезеңді жарғандығын болсаң, ал мен сенің үйіңді толықты жарамын.
Mə sağan. Өте керемет сезім. Так, үйдің алдында жарып көтеміз. Бум! Все болды, қашамыз. Все болды, былайынан нормально енді жақсы. Енді так мына жерді былайынан сындырып тастайық та, мына жерден люк дегенді алып алайық өзімізге. Люк осыны таңдап қойып қоямыз. Ал енді мынаны көрінбейтіндей қылып, ешкім білмейтіндей қылып істеуіміз керек. Мына жерде вообще просто осындай бір төмпешік тұр екен деп ойлайтындай болып тұрсын. Мынау осынан опа, все болды. По-моему, бесполезный. Все болды, тұра берсін. Так, ал енді ой, мына тамақ деген адамды шаршатып жүр. Так, ал енді үйімізге барайық енді. Так. Ей, топас! Мынаны кім істеді? Блин. Үйім полный жоқ па? Лавасы біләнән. Ё-моё, огородыма дейін. Так, тоқтай тұр. Житель. Айвон, сорлы топасынан сен істедің ба? Мен істедім, не дейсің? Топас, мен сенің үйіңді жөндеп бердім. Тем более мен сенің үйіңді толықтай сындырып тастағаны жоқ ма? Огородыңды жөндеп бердім, не болса да. Сен топассың ба? Қуасың ба? Ман. Сөзіңе байқап сөйле, короче, тіліңді тартып сөйле. Қазірше мен мерге бір сөз айтам, ауылдан қуып жібересің. Ұқтың ба? Аузыңды жап. Адам емессің, бетің айтайын, малсың. Ё-моё. Үйім кетті мане, ё-моё. Енді қайтып саламыз енді, ё-моё, басқа амал жоқ енді. Ана житель, топас, миы жоқ мал екен. Адам емес, житель емес, мал ана жүргенше. Неғып менің осы үнемі жолым болмайды. Ё-моё, қайттан үйіміз соғамыз енді. Шаршап кеттім осындай жағдайлардан. Ё-моё, қашан нормально адам құсап өмір сүреміз өзі. Ё-моё, шаршап кеттім, шынымды айтсаң кәдімгідей. Ана жителде мен қайтсем де кегімді алам. Қазірдің өзінде ше. Қазір тұрамда көріп мен тент аламын, аламын. Житель, короче, сен менің ашуыма тидің, давай, короче. Олжас, ойнап айттың ба мен? Жоқ, Олжас. Так, все, болды, өлді, все, кет, қашамыз енді ауылдан. Бля. Топассың, житель, топас. Қашамыз.